Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum. Құрметті достар, құрметті бауырлар, бізде араб тілі сабағы 11-ші күн ары қарай жалғастырамыз. Біз осыған дейін араб тілімен танысып келе жатырмыз, классикалық көне араб тілімен. Осыған дейін біз не өттік? Соны бір қайталап жіберейік, сосын жаңа тақырып өтеміз. Біз айттық, араб тілінде сөздер исім, фиғыл, харф болып бөлінеді. Біз құда оны білеміз ғой. Ұмытып қалған жоқпыз ба? Исім, фиғыл, харфты өттік. Таныстық. Исім дегеніміз зат есім, сын есім, сан есім, үстеу және немесе және тағы басқалар. Фиғыл дегеніміз сөйлемдегі іс-әрекетті білдіретін сөйлемді. Сөздерді арабтар не дейді? Фиғыл дейді. Іс-әрекетті, іс-қимылды, өткен шақ, осы шақ, келер шақты арабтар фиғыл дейді сөйлемдегі сөздер. Сосын харф дейді. Харф дегеніміз өзінен кейін сөз келмесе мағына шықпайтын сөздер. Арабтар оны харф дейді. Біздерде жалғауларға ұқсайды, бірақ басқаша. Содан кейін біз исімнің 4 сипатын өттік. Исімнің 4 сипаты өттік. Ол статус дедік. Статустың бірнеше тақырыптарды өттік. Статустың түрлері, оның белгілері, түрлері, рафға, насып, жар, белгілері, ун, ән, ин, немесе комбинация әни, әйни, уна, ина. Сосын статус жеңіл немесе ауыр болады, тәнуин болмаса жеңіл болады. Жеңіл болуының 4 себебі бар, оны да өттік. Екеуін өттік, алдағы стады өтеміз. Сосын статусқа қатысты статус толық икемді, жартылай икемді және мүлдем икемсіз. Оған Мұхаммед деген сөзді келтірдік. Мұхаммадун, саллаллаху алейхи вассалам, Мұхаммадун, Мұхаммадан, Мұхаммадин, яғни үш жағдайда да ол өзінің статусын көрсете алады. Мұхаммадун рафа, Мұхаммадан насып, Мұхаммадин жар. Енді сосын жартылай икемділікке статусы болған Юсуфу, Юсуфа деді. Яғни рафасы Юсуфу тәнуин қабылдамайды. Насыбымен жары бірдей, фатхамен Юсуфа, кәсірі қабылдамайды. Сосын мүлдем икемсіз, оған Мусаны келтірдік. Сосын статустан кейін санын өттік. Саны көпше түрі, бірлік, екілік, көпше деген арабтарда бөлінеді. Оны өттік. Сосын тегі деген сабақты өттік. Тегі дегеніміз ол мужской род, женский род деген ол арабтарда. Қазақстанда жоқ, арабтарда сондай бар. Женский род, мужской род деп. Біз айттық, егер женскийдің белгісін таппасақ, оннан мужской дейміз деп. Женскийдің белгілері әріптер мысалға та марбутамен бітсе, алиф махсура, алиф мабдуда, немесе дене мүшелері, жұп дене мүшелері, арабтар оны не дейді? Женский родтағы сөздерді қолданады. Сосын тағы басқа құрандағы сөздермен біз таныстық. Сосын тегінен кейін типі деген тақырыпты өттік. Типі дегеніміз жалпы немесе нақты деген сөз. Біз негізі есімдерді жалпы деп қарастырамыз. Егер нақты жетісеуі олардың кейбіріне тоқталсақ, мысалы алиф лям болса сөздің алдында, онда ол бізде нақты болады. Кісінің аты, мекеннің аттары, мысалы Мұхаммадун, Юсуф, Фирғауын деген кісінің аттары, олар нақты болады. Ал қала, ел деген жалпы атаулар, мектеп деген олар жалпы есім болып саналады. Оны біз өттік. Содан кейін біз есімдіктерді өттік. Есімдіктер өте маңызды дедік. Есімдіктер дегеніміз мен, сен, ол деген өттік. Бір қайталап жіберейік. Қайталаймыз. Есімдіктер, бұның екі түрін өттік. Біріншісі тәуелсіз, жекеше түрі, тәуелсіз дейік. Жекеше түрі, яғни тәуелсіз. Сосын екіншісі қандай? Біз өттік жалғанған түрі. Кейде насып немесе жар болады дедік статусы. Жар болады дедік. Қай жағдайда оны алды қазір қайталаймыз. Ал жекеше түрі әрқашан рафқа статуста болады дедік. Түсінікті ғой? Жалғанғанда екі жағдайда насып болады, екі жағдай жар болады. Оны
қайталаймыз қазір. Бұл есімдіктер қатысты. Есімдіктер әрқашан типі нақты болады. Олардың типі әрқашан нақты болады. Қайталаймыз. Сосын біз айттық, бұл курста 5 арабша 5 сөз тіркесін өтеміз деп. Сөз тіркесі. 5 сөз тіркесін өтеміз дедік. Біз солардың үшеуімен таныстық. Қандай? Біріншісі маусуф сифа дедік. Маусуф сифа дедік. Маусуф сифа дегеніміз, егер екі есім кездессе және 4 сипаты бірдей болса, онда оны маусуф сифа дейміз. 4 сипаты бірдей болса. То. Так, менде сөздерім көрінбей қалыпты. Кешірім сұрайын. Көрініп тұр, деп ойлаймын. Маусуф сифа дегеніміз, егер екі есім кездессе, сосын олардың 4 сипаты бірдей болса, яғни статусы бірдей, саны бірдей, тегі бірдей, типі бірдей болса, оны біз айтамыз маусуф сифа дейміз. Біріншісі бұл арабшадағы бірінші сөз тіркесі біз танысыз. Екінші харф жар. Харф жар. Жар маджрур екіншісі. Жар маджрур дедік. Ол не? Харф жар мен исімнің кездесуі ғой. Харф жар плюс исім. Жар маджрур. Харф жардың жұмысы қандай? Өзінен кейінгі исімді жар қылу болды. Басқа жұмыс жоқ. Екінші, бұл жар маджрур болды. Сөз тіркесі. Үшінші біздің өткеніміз инна және исмуха дедік. Инна сосын және исмуха. Исмуха. Оны дегеніміз оға жасалады. Ол харф насыппен исімнің қосындысын жасалады. Егер харф насып келсе, харф насыптың өзі түрлері бар, біз өтті қазір қайталаймыз. Соған қасында исім болса, біз оны айтамыз инна және исмуха деп. Ондай сөз тіркесі. Сосын әлі біз айттық 5 сөз тіркесін өтеміз деп, әлі екеу бар. Бүгін Алла қаласа өтініші идафа дегенде өтетін боламыз. Идафа дегенде. Алла қаласа. Енді біз қайталайық. Бірінші біз қайталаймыз. Харф жар дегеніміз не? Харф насып қандай бар? Сосын есімдіктер қайталаймыз. Сосын идафаға көшеміз Алла қаласа. Енді кеттік. Муслимун кестесін жаттап алдық деп ойлаймын. Муслимун, муслиман, муслимин. Харф жар. Мына харф жар. Бұл өте маңызды. Құранда өте көп. Бұның мағынасы бізге айттық. Мағынасы маңызды емес. Бұл исім сөздердің алдында келеді. Бұлар исім сөздің алдында келеді. Харф жар мен исім екеуі қосылып сөз тіркесін құрайды. Оны біз жар маджрур дейміз. Бұның мағынасы әзірге маңызды емес. Бір қайталап жіберейік. Осы ретпен қайталап жатталған ыңғайлы. Бәта кафил амуал мин фи ан ала хатта иля. Бұлар харф жар. Бұлардың жұмысы не? Өзінен кейінгі келген исімді жар статуста қылады. Болды. Басқа ешқандай жұмыс жоқ. Біз бұған бірнеше мысал келтірдік. Мысалы, Аср сүресін алайық. Аср сүресін келтірдік қой біз. Міне. Жері бармайды. Аср сүресінде бізде мысал келтірдік. Қазір мен жері бір мысал келтіріп жіберейік. Аср сүресінен керемет мысал келтірдік қой біз. Аср деген сүрені бәріміз білеміз де. Аср сүресі үш аяттан тұрады екен. Сол жерден біз көрейік қалай жұмыс жасайды. Біздің неміз харф жардың жұмысын көрейік.
бізде мынау шрифтін үлкейтейік кішкене. Көрінбей тұр ау деймін. Аха, міне. Уәл ғасри неге жар болып тұр? Себебі оның алдында уау деген, бәта кафлам уау деген бізде харф жар келіп, сондықтан ол жар болды. Харф жардың жұмысы өзінен кейін исімді жарға алады дедік. Инна инсана лафи хусрин. Хусрин не үшін жар болып тұр? Себебі алдында фи деген келіп тұр. Фи деген бұл харф жар. Харф жардың жұмысы өзінен кейін исімді жар қылу болды. Бәта кафлам уау мин фиан. Бил хаққи. Хаққи деген не үшін жар болып тұр? Хаққи деген сөз себебі алдында би деген не келіп тұр? Харф жар келіп тұр. Міне би деген. Bis сабры деген не үшін жар болып тұр? Себебі алдында би деген харф жар келіп тұр. Көрдіңіз бе? Бұның харф жардың жұмысы өзінен кейінгі исім сөзді жар қылу болды. Басқа ешқандай жұмыс жоқ. Сонымен келесі бұл бізде харф жар. Бәта кафлам уау мин фи ан аля хатта иля. Харф жар мен исімнің арасында ешқандай сөз келмейді. Екеуі жар мажрур болады. Екеуі қосылып жар мажрур болады. Бұл бізде сөз тіркесі. Келесі харф насб дейік. Харф насб дегеніміз міне мыналар. Бұны да жаттап аламыз. Міндетті түрде Құранда өте көп. Инна анна ка анна би анна лейта лакинна лаалла. Харф насбылар. Құранда өте көп естеді. Кәусәр сүресін білеміз ғой, инна деген. Кәусәр сүресінде инна деп болса, инна деп харф насбпен басталады. Инна анна ка анна би анна лейта лакинна лаалла. Бұлардың жұмысы өзінен кейінгі келген исімнің статусын насып қылады, болды, басқа ешқандай жұмыс жоқ. Түсінікті ғой? Инна анна ка анна би анна лейта лакинна лаалла. Мысалы, сол Аср сүресін алайық. Аср сүресінде иннал инсана деген адам баласы деген инсана деген сөз насып болып тұр. Не үшін? Себебі алдында не келіп тұр? Инна деген харф насып келіп тұр. Харф насыптың жұмысы өзінен кейінгі исімді насып қылу болды. Мына харф жар мен исімнің арасында жар мажрур екеуі бірге жүреді. Арасында сөз болмайды. Ал мына харф насыптың исімнің арасында кейде сөздер болуы мүмкін. Алыс ара қашықтықта да бола береді. Харф насып пен исім. Инна әл-инсана. Инна бізде харф насып, әл-инсана насып болып тұр, себебі алдында харф насып келіп тұр. Қысқаша осы. Сонымен, бұл бізде харф жар, бұл бізде міне жар мажрур, маусу сифа дегенімізді өттік. Маусу сифа, сосын не бар? Жар мажрур, қазір маусу сифаны бір қайталай жүрейік. Сосын инна исмуханы өттік. Көрсеттім да. Маусу сифа дегеніміз мысалға куфуан ахад деген міне. Куфуан ахадун. Мысалы мына сөзді алсақ көрініп тұр ма? Куфуан ахадун. Куфуан бізде насып. Ахадун бізде насып. Куфуан бізде тут сипатын аламыз ғой. Мысалы бірінші статусы насып дейміз. Сосын куфуанның саны бірінші жекеше, екілік көпше. Жекеше тәнуинмен тұр дейміз. Сосын мужской, женский, женскийдің белгілері жоқ, мужской дейміз. Сосын типі нақты немесе жалпы. Тәнуинмен тұр, сондықтан біз жалпы дейміз. Сол сияқты куфуанның да тут несі сипаты. Куфуандікі да ол ахадун, яғни насып болып тұр. Куфуан ахад. Аджөже жоқ, ателестім. Бұл жерде ахад, Аллахус, жөже куфуан, ахад, жөже бір жерде не маусу сифа болмайды ғой. Кешім сұрайын. Мынау жерде ахадун рафқа болып тұрген статус. Басқа мысал. Антум. Так. Қандай сүре бар бізде? Көрейік бір сүре алып. Фатихада мысал келдік қой, енді басқасын көрейік.
Қадыр сөзінде бар ма екен? Қадыр сөзін көрейік. Маусуф сифаны іздеп жатырмыз. Маусуф сифаны Қадыр сөзін көрейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим талдадық оны. Кеттік. Қадыр сөзін жаңадан көрейік, бар ма екен? تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. Жоқ. Жерде маусуф сифа көріп қалған жоқпыз. Жарайды. Басқа сүрені көрейік. Неге мұнда бұзып кетті? Так, маусуф сифаны қайсы сүреден көреміз? Фатиханың көрдік. Так, мағуннан көрейік. Кафирун, масаттан көрейік. Маусуф сифа. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة في جيدها حبل من مسد. Так, нені көреді? Не, Хумаза сүресін көрейікші. Хумаза сүресінде бар ғой. Бірінші айтын. Так, кеттік. Маусуф сифа дегеніміз, яғни екі есім сөз кездеседі, екі немесе одан да көп, және төрт сипатта бірдей болады. Хумазаны көрейік. Хумазада бар. Хумаза сүресінде маусуф сифа. Маусуф сифа деген сын есіммен зат есім ғой. Соны маусуф сифа дейді. Арабтарда бірақ бірінші зат есім келеді, сосын сын есім келеді. Бізде бірінші қызыл алма дейміз ғой, қызыл әдемі көйлек деген сияқты. Хумазатин люмаза, міне хумазатин мысалы. Хумазатин люмаза деген екеуі не болып тұр, екеуі де жар болып тұр, екеуі де женский болып тұр, екеуі де жекеше түрде, екеуі де жалпы болып тұр. Сондықтан бұл екеуі маусуф сифа болып тұр бізде. Көрдіңіз бе? Сол сияқты. Так. Фи амадин мумаддада деген жерде мысалы міне. Амадин мумаддада. Қара көрейік. Мына екеуі енді маусуф сифа болып тұр да. Хумазатин люмазамани. Кеттік. Сонымен біз маусуф сифа, бұл дейтін біз нені қарап жатырмық? Маусуф сифаны сосын жар мажрур деген харф жар мен исімнің бірге келуі, харф жар бұл екеуі арасында сөз жүрмейді, екеуі бірге жүреді. Арқасан инна және исмуха олар деген. Инна және исмуха бұл дегеніміз харф насып пен исімнің бірге келуін біз не дейміз? Инна және исмуха дейміз. Немесе би анна және исмуха деп. Қысқаша осылай. Харф насып пен исім келсе, оны біз сөз тіркесі дейміз. Қысқаша. Енді бүгінгі өтетіміз идафа. Есімдіктерді қайталаған жоқпыз ғой. Есімдіктерді бар айтпашы. Есімдіктер бізде өте маңызды дедік қой. Есімдіктер дегеніміз мен, сен, ол, арабцада мен, сен, ол деген сөздер ғой. Мына есімдіктің міндетті түрде жаттап алу керексің. Мыналардың түрлері барлығы қазір есімдер, бұлардың барлығы рафа, бұлардың барлығының типі нақты. Сонымен хуа, хума, хум, хия, хума, хунна, анта, антума, антум, анти, антума, антунна, ана, нахну. Сонымен бұлар есімдіктер. Мағынасы не? Хуа деген ол деген сөз. Бұл рафа статуста тұр, бұлардың барлығы рафа статуста. Бірінші қатарда қалай жекеше түрде, екінші қатар екілік түр, үшінші қатар көпше түрде. Хуа деген ол деген мағынаны, хума деген ол екеуі, хум олар, хия ол женский родта, хума ол екеуі женский родта, хунна олар женский родта, анта сен деген мағынаны білдіреді, жекеше түрде, антума екілік, сен екеуін деген мағынаны білдіреді. Сосын антум сендер, анти сен женский род, антума сен екеуін женский род, антунна сендер женский родта қолданады әйелдерге, тек қана әйелдерге.
Ана деген мен деген сөз, нахну деген біз деген сөз ғой. Бұлар рафға статуста. Типі әрқашан нақты, яғни белгілі бұлардың барлығы. Себебі кім туралы айтып отқанын біз білеміз. Ол, олар, сен деген ол белгілі есімдіктер, сондықтан біз бұлардың барлығының типі нақты. Бұл оңай. Статусы рафға. Саны белгілі, жекеше, көпше, немесе екілік. Сосын мужской ма, женский ма, ол хуа, хума, хум, олар мужской, хия, хума, хунна. Олар женский, анта, антума, антум, олар мужской, анти, антума, антунна, женский, қалғанда мужской. Сосын кеттік. Бұл рафқа статустада. Бұлардың енді насыба қалай болады? Насып пен рафқасы қалай болады? Насып пен рафқасы статусы қалай болады? Соны көрейік. Бұлардың рафқа мен насып статусы қалай болады? Так, мұны мағынасы хуа деген ол, хума деген ол екеуі, хум олар. Хия женский род қызылмен тұр. Хуа, хия ол, хума ол екеуі женский, хунна олар женский. Анта сен деген сөз мужской, антума сен екеуін, антум сендер деген мужской. Анти женский, сен женский род қолданады, антума сендер женский род мужской род бірдей, антунна сендер женский род әйелдерге. Ана деген мен деген сөз, нахну деген біз. Бұлар Құранда өте көп. Бұны міндетті түрде жаттап алу керекпіз. Бұлар қазір рафқа статуста. Енді бұлар насыбы қалай? Насып статуста қалай болады? Сәл кішкене өзгереді. Оны қазір тауып алайық, таппай жатырмын. 10 кеш алдыңғы сағатта өттік қой оны. Шешере тұрған бар. Міне, сарымен белгіленгенде олар насып немесе біз алдыңғы сағатта өттік, есімдіктер өте маңызды деп. Енді бұлардың насыбын танысайық. Насыптан танысты, қайталайық деген бұл. Хуа деген ол рафқа, оның насып немесе жар түрі ху немесе хи. Хума деген ол бізде не болады? Хума деген ол бізде рафқа, насып жарыда сондай хума. Хум деген олар, оның насып жарыда хум. Рафқа насып жарыда бірдей, оңай. Сонымен келесі хия, ол қыз деген мағынада женский родта, оның насып немесе жар түрі ха болады, міне ха. Мұны міндетті жаттау керек. Сосын хума, оның насып жары бірдей болады, рафқа насып жары бірдей. Хунна, оның рафқа насып жары бірдей. Сонда бізға тек қана ху, хи, ол мужской, насып немесе жар, ха, насып немесе жар женский родта. Түсінікті ма? Бұлар исімге жалғанып келеді, харфқа жалғанып келеді, етістікке жалғанып келеді, соны танысамыз алдағы уақытта. Анта деген бұл рафқа түрі, оның насып немесе жар түрі ка болады. Антума бұл бізде рафқа түрі, оның насып немесе жар түрі кума болады. Антум, олар, сендер деген сөз ғой, антум. Рафқа статуста тұр, оның насып немесе жары кум болады. Анти, сен женский родта қолданады, оның насып немесе жар түрі ки болады. Антума, сен екеуін женский родта, немесе мужской родта, оның насып немесе жары қалай болады? Кума болады. Міне, кума. Не өзгеріп тұр? Жай мүжеді. Тыдан бастап тума дегенде кума өзгеріп тұр. Тыны ка. Анти дегенде тыны алады да, ти дегенде киға өзгеріп. Антунна. Тунна дегенде алады да, кыға тыны кыға өзгереді, сонда кунне болады. Антунна сендер, қыздар женский родта айтып отыр. Оның насып немесе жар түрі кунне болады. Сосын ана деген рафқа, мен деген сөз. Оның насып немесе жары и немесе не болады. Нахну деген біз, оның насып немесе жар түрі на болады. Енді бұны білу өте маңызды, Құранда өте көп. Қараңыздар. Кәусәр сүресінде, мысалы, мына көрсеттік қой. Кәусәр сүресінде, Кәусәр сүресін алайық мысалы. Күнде оқитын Кәусәр сүреміз бар. Сол жерде мысалға Кәусәр сүретін бәріміз білетін боламыз. Кәусәр сүресі сол жерде үш аят дейді. Қарайық. Біз өткенде не бар екен ішінде?
Қараңыздар. Инна деген міне, инна деген бұл екі сөзден құралып тұр. Бұл исм инна және исмуха болады. Исм инна және исмуха. Исм инна харф насб және исмуха болады. Инна деген харф жар бізде. Оған на деген бізде мына біз дегеннің насып түрі қосылып тұр міне. На дегенмен тұр ғой, на деген. Сол мүжере қосылып тұр міне, алиф болып. Бұл негізі былай жазылатын. Бұл негізі былай жазылатын еді. Инна деген инна деген бұл харф жар, сосын оған на деген қосылып тұр ғой. Харф насып деген, ой кешірім сұраймын. Харф насып оған на деген қосылып тұр. На деген бізде не? Нахну біз дегеннің насып түрі на міне. Біз айттық қой, харф насып келсе, одан кейінгі исім келсе, исім насып болады міне. На деген бізде есімдік, яғни исім. Ол насып статусы на болады. Нахну рафхасы насыбы на болады. Неге насып болып тұр? Себебі алдында инна деген бізде неге тұр? Харф насып кетіп тұр ғой. Түсінікті ме? Мынау бізде есімдік насып түрде. Сосын тағы қандай есімдік бар бізде? Ағатайна ка деген бар міне. Ка деген бұл не? Бұл да есімдік қай насып болып тұр? Қалай? Етістігі жалғанып тұр. Бұл ка қайдан шығып тұр? Міне мына ка. Анта деген сен деген соның насып немесе жар түрі міне ка. Бұл етістігі жалғанғасын насып болады. Фасолли ли роббика міне. Бика. Жар болып тұр бұл жерде. Неге? Себебі бұл неге жалғанып тұр? Исімге жалғанып тұр. Мудаф, идафа бүгін өтеміз. Идафа болып тұр. Рабби деген исімға не жалғанса, исімге жалғанса, онда бұл жар статуста болады. Ванхар инна. Міне инна тағы кетіп тұр. Бұл не? Бізде бұл харф насып. Инна шанияка. Шания деген не үшін насып болып тұр? Себебі инна болып тұр. Харф насып. Ка деген бізде бұл есімдік, антаның ка деген жары болып тұр. Неге? Алдында есім болып тұр, идафа болғасын бұл жары болып тұр бізде. Хуа дейді. Хуа деген бұл рафха. Рафха дегеніміз, хуа бұл жекеше тұрған есімдік. Сондықтан бұл рафха болады. Бұл қайдан шығып тұр міне? Хуа деген мін тұр. Хуа деген міне, ол деген мағынаны білдіреді. Бұл рафха статусы. Бұлар өзгермейді, жекеше келеді сосын. Сіздерге көрінбей алдым ба? Кәдімгі түсірейін. Көрдіңіздер, өте маңызды. Бір аяттың бір кішкентай менің ішінде қаншама есімдіктер бар. Кішкентай 3 аяттың Кәусәр сүресінде қаншама есімдіктер бар, қаншама харфтер бар. Мына жерде ли робби, робби деген не үшін жар болып тұр? Себебі алдында ли деген харф жар келіп тұр. Көрдіңіздер ме? Ли деген харф жар келіп тұр, сондықтан рабби деген жар болып тұр. Сосын ка деген келіп тұр, рабби о идафа. Инна шанияка. Инна харф насып. Сосын шания, сондықтан ол насып болып тұр. Хуа дегеніміз есімдік рафқа жекеше түрде, ол әрқашан рафқа болады. Осы бұндай мысалдар өте көп. Мысалға жаңа Қадыр сүресін Нас сүресін білетін болармыз да, Нас или Ықылас сүресін көрейік. Ықылас сүресін көбіміз білеміз. Ықылас сүресінде біз танитын не бар екен көрейік. Қандай сөздер бар, қандай харфтар бар, біз білетін. Танысайық. Сосын жаңа тақырыпты өтеміз. Ықылас сүресі де 4 аят. Көрейік. Біз білетін қандай не бар? Біз исім бар ма, харф бар ма, насып статустарын байқап көрейік. Кул хуа Аллаху ахад. Ахадун. Хуа. О, бізге таныс. Бұл не? Бұл бізде не? Есімдік рафха статусыдыр. Міне жекеше түрде хуа. Ол. Алла жалғыз. Ахадун. Рафха болып тұр. Сосын. Аллаху самат. Лам ярид ва лам юлет. Ол жерден біз әлі ештеңе өткен жоқпыз. Ва лам якул лаху дейді. Ху дегенде біз өттік. Ху дегеніміз не? Ху деген бұл бізде жар болып тұр. Неге? Себебі алдында ла деген бәта кафлам харф жар келіп тұр. Ху қайдан шығып тұр? Хуа деген рафха ғой. Хуа. Хуа рафха. Соның жар түрі ху болып тұр.
себебі алдында харф жар келгесін ху болып айналып кетті. Мынау екеуі жар мажрур. Куфуан ахаду. Куфуан деген бізде насып болып тұр, ахаду бізде рафа болып тұр. Көрдіңіздер ме? Біз осыларды өттік. Мысалы біз айта аламыз, мына алла деген сөз рафа болып тұр, ахадун деген сөз рафа болып тұр, аллаху деген жер рафа болып тұр, ассамаду рафа болып тұр, якун лаху куфуан насып болып тұр, ахадун бізде рафа болып тұр. Так, сосын Нас сүресінен көрейік. Сосын жаңа тақырып өтеміз. Нас сүресінде не бар екен? Харф жарлы өте көп Нас сүресінде. Нас 6 аят. 6 аят, бірақ барлығы бір сөйлем орайды, білесіздер да. Нас сүресі 6 аят болғанмен барлығы бір сөйлем. Біз өткен не бар екен? Көрейік. Нас сүресіне қол аузу би бәта кафламау рабби деген жар болып тұр. Неге? Себебі алдында би деген харф жар келіп тұр. Көрдіңіздер ме? Сосын Маликин нас, илахин нас, бүгін өтеміз, Алла қаласа. Не үшін настан жар болып тұр? Мин деген міне харф жар болып тұр. Одан кейінгі сөз жар болып тұр. Неге? Жар мажру болып тұр екеуі. Себебі алдында мин деген харф жар келді. Бәта кафлам уау, мин фи ан, мин деген сол ішінде бар. Мин шарри юасуаси аханнас аллази юасуису фи судури не үшін жар болып тұр? Алдында фи деген бізде не келіп тұр? Харф жар келіп тұр. Міне фи деген бәта кафлам уау, мин фи, міне мин де бар, фи де бар, фиден кейінгі сөз жар болып тұр. Себебі оның харф жардың жұмысы өзінен кейінгі исім сөзді жар қылу. Көрдіңіздер ме? Минал джиннати не үшін жар болып тұр? Себебі алдында мин деген келіп тұр. Мин. Ваннас. Бұл бізде харф жарлардың есімдіктерін жалпы қайталау болды. Сонымен бүгінгі тақырып, негізгі тақырып бүгінгі бұл идафа. Идафа. Енді біз қайталай жіберейік. Қараңыздар. Біз не өттік? Статусты өттік та, есімнің статусты. Рафқа насып жар дедік. Так. Статусты өттік. Рафқа. Рафқа дегеніміз не дедік? Біз айттық. Бұл фиғылды орындаушы дедік. Фиғыл дегеніміз, яғни етістікті орындаушыны біз рафқа статуста тұр дейміз. Орындаушы әзірге. Сосын насып дедік. Насып статуста. Насып қай жағдайда насып болады есім? Қай жағдайда насып болады? Бірінші жағдай егер адик. Есім қай жағдайда насып болады? Біз екі жағдаймен таныстық. Біріншісі бұл фиғылдың толықтырыш сөз болса насып болады дедік. Фиғылда толықтырыш сөздер болса, ол насып статуста болады сөйлемде. Толықтырушы. Рошы бізде насып сөздер болды. Біз айттық қой, мен кеше алма жедім, нені жедім, алманы жедім, қашан жедім, кеше жедім, сол. Фиғылдан туған сұраққа жауап беру сөзде бізде насып статуста болады дедік. Екінші біз ол харф насыптың кесірінен, харф насыптан кейін болса, харф насып әсер етсе, бізде насып не болады? Насып болады. Әзірге біз раф, так. Қалай көрінбей тұр да сіздерге. Қалай бүйтіп өт.
Ой жар. Қай кезде рафға болады? Егер фиғылды орындаушы болса дедік. Фиғылды орындаушы, яғни мен алма жедім. Кім жеді? Мен деген сөз ол фиғылды орындаушы алманы жеген кісі болғандықтан ол бізде рафға ұсталады дедік. Сосын насып. Насып дегеніміз фиғылды толықтырушы. Мен жедім, алманы жедім, қашан жедім, кіммен жедім, соның бәрі фиғыл болады бізде. Насып ұсталады. Сосын харф насыптан кейін исім келсе, онда ол харф насып плюс исім болса, онда ол насып болады. Насып жағдайда болады исім. Сосын қай жағдайда біз жар болады дедік? Үшінші, жар статусы қай жағдайда болады? Үшінші бізде жар дедік. Жар біз айттық, кімнің бірінші ол. Біз басында танысқанда айттық, кімнің ненің деген сұраққа жауап берсе. Кімнің ненің бүгін өтеміз. Сосын қай жағдайда дедік? Егер алдында харф насып келсе, харф жар келсе, плюс исім. Харф жар келсе, онда ол жар болады. Түсінікті ғой, да? Енді біз кімнің ненің деген толығырақ тоқталамыз. Бұған біз жай өтіп кеттік, бүгін тоқталамыз кімнің ненің деген. Мысалы, харф жар түсінікті. Харф жардың жұмысы өзінен кейінгі исімді жар болу. Сондықтан ол мына жар дегенде тұр. Харф насыптың жұмысы түсінікті. Өзінен кейінгі исімді насып қылу. Фиғылды толықтырушы дегенде біз әлі өткен жоқ. Жай біз мысал келтірдік. Мен қызыл алманы жедім. Нені жедім? Алманы жедім. Қандай алма? Қызыл алма. Қашан жедім? Кеше жедім. Кіммен жедім? Досыммен жедім. Неге жедім? Қарным ашқасын жедім. Соның барлығы бізде насып болады. Сосын екінші себебі, егер алдында харф насып келсе. Енді жар бірінші себебі ол, егер харф жар келсе, исімнің алдына онда ол жар болады. Екінші себебі кімнің ненің, яғни бұл идафа болса. Сөз тіркесі идафа. Бүгін өтеміз. Соны бастайық. Идафа деген. Мысалға, Алланың кітабы десек, Алланың кітабы десек, да, Алланың кітабы. Кімнің кітабы? Алланың. Алла деген сөз кімнің деген сұраққа жауап берді, сондықтан бұл бізде жар болады. Мысалға, Алланың елшісі, Құдайдың елшісі, Құдайдың елшісі десек, немесе үйдің кілті десек, үйдің кілті, немесе ұстаздың дәптері, ұстаздың қаламы десек, немесе қандай тағы бір мысал, менің көлігім десек, көлігім, да? Мен жерде кімнің ненің біз айттық қой, жар болады, егер кімнің ненің деген сұраққа жауап берсе дедік, міне. Қызылмен белгілеп қояйық. Кімнің ненің деген сұраққа жауап берсе, біз айттық, ол жар статуста болады. Мысалға, Алланың кітабы, бұл тіркестерде Алланың кітабы. Кімнің кітабы? Алланың. Алланың деген сөз бізде не ол қандай статуста тұрады? Бұл бізде жар болады бұл. Неге? Себебі кімнің ненің деген сұраққа жауап беріп тұр. Құдайдың елшісі. Кімнің елшісі? Құдайдың елшісі. Сондықтан ол Құдайдың деген сөз бізде бұл жар болады. Бұлай белгілеп қояйын. Әзірге бұл қазақша мысал түсінікті болу үшін. Енді қараңыздар, Құдайдың елшісі, кімнің елшісі? Бұл жар статуста тұрады. Үйдің кілті, ненің кілті? Кімнің ненің? Үйдің кілті. Сондықтан бұл бізде жар статуста болады. Көрдіңіздер, бұл тіркестер. Араб тілінде дәл осындай тіркестер бар. Как көреміз ол қалай араб тілінде қалай жасалады, как көреміз. Ұстаздың қаламы, кімнің қаламы? Ұстаздың қаламы. Бұл да ұстаздың деген сөз бізде не болады? Жар болады. Менің көлігім, кімнің көлігі? Менің көлігім. Сондықтан бұны біз жар статуста тұр дейміз. Менің
көлігім менің деген бізде кімнің ненің деген сұраққа жауап беріп тұр. Енді бұны біз не дейміз? Арабтар бұны бүй дейді. Міне жар болып тұрған сөзді бір кітап деген сөздерді, кітап, елшісі, кітабы, елшісі, қаламы, көлігім деген сөздер, бұны арабтар мудаф дейді. Мудаф, ал жар болып тұрғанда мудаф илай дейді. Мудаф илай. Мудаф илай дейді. Міне мудаф илай бізде кейін келеді екен. Мудаф илай бізде кейін келеді. Мудаф деген кітап деген сөз. Сосын бұндай сөзді идафа дейді. Соны біріншісі мудаф дейді, екіншісін жар болып тұрған сөзді мудаф илай дейді. Міне осылай түсіндірсек, мудаф илай болады. Енді қараңыздар. Қараңыздар. Бұл жерде мудаф және мудаф илай болады. Мудаф, сосын мудаф илай. Мудаф илай. Мудаф илай, міне қызылда тұр. Мудаф илай әрқашан жар болады. Мудаф илай. Бұны идафа дейді. Бұндай сөйлесек сказать. Идафа. Бұл қалай жасалады? Арабшада қалай жасалады? Идафа. Мудаф илай әрқашан жар болады. Мудаф илай жар статуста болады. Екеуі бірге жүреді сосын. Жар статуста болады. Ал мудафта екі не болу керек, екі шарт болу керек. Мудафта екі шарт болғандай, бірінші статусы жеңіл статус болу керек, тәнуинсіз болу керек, яғни немесе комбинацияда нун шықпады, жеңіл статус. Сосын әл болмау керек. Әл дегенді білеміз ғой? Әл деген. Айттыққа әл болса бізде не болмайды дедік? Жеңіл, ауыр дегенді сұрақ қоймаймыз дедік. Яғни сөздің мудафта екеуі бірге келеді. Бірінші мудаф келеді, сосын мудаф илай келеді. Бірінші мудаф тексереміз. Мудаф болу үшін оның статусы жеңіл болу керек, сосын әл болмау керек статусы. Содан кейінгі сөз жар болу керек. Мудаф илай болу үшін, мудаф илай ол бізде жар статуста болады. Әрқашан жар статуста болады. Ал мудаф дегеніміз жеңіл бірінші келеді, ол мудаф илай. Мына екен негізі бірінші мудаф жазу керек жағы. Мысал келтірейікші. Мысал келтірейік. Қараңыздар. Мудаф илай дегеніміз қайсы? Мудаф илай деген. Мудаф дегеніміз екі шарт болады ода. Бірінші статусы жеңіл болады, әлі болады. Ал содан кейінгі сөз жар статуста болу керек. Болды. Сондай екі сөз тапсақ, бұны біз идафа, сөз тіркесі идафа дейміз. Мудаф илай. Бұл Құранда өте көп. Мысал келтірейік. Нас сүресі айтады бізде. Қараңыздар. Нас сүресі. Мәлики деген бізде статусы жеңіл болып тұр да, тәнуинсіз. Міне. Мудаф болу үшін біз айтамыз. Мудаф болу үшін статусы жеңіл болу керек, міне. Статусы жеңіл болу керек дейміз. Міне мудафтың шарты міне. Бірінші келеді мудаф, бірінші келеді сосын. Мудаф жеңіл статуста болу керек, міне мәлики деген жеңіл болып тұр бізде. Сосын нәли әл болмау керек, әл жоқ. Жақсы, бұл мудаф болуы мүмкін. Мудаф болу үшін бұдан кейінгі сөз мудаф илай жар болу керек. Сонымен біз сұраймыз келесі сөзден. Келесі сөз бізде жар болып тұр ма? Міне мудаф илай, міне жар статуста болу керек. Енді ан-наси деген бізде жар болып тұр ма? Жар болып тұр. Сондықтан мына мәлики нас бізде қалай болады?
идафа болады. Мудаф илей. Неге? Себебі екеуі де біздің шартымызда қанағаттанып тұр. Мудаф дегеніміз статусы жеңіл болады. Рафқа насып жары бәрібір статусы жеңіл, яғни тәнуин болмау керек. Сосын әл болмау керек мудафта. Содан мудаф илейде жар болу керек болды. Екеуі бірге келеді осылаймен. Арасында ешқандай харф жоқ, ешқандай сөз жоқ. Екеуі бірге келсе, ондай сөз тіркесін біз идафа дейміз. Мудаф және мудаф илей. Келесі илахиннас. Илахи деген бізде статусы жеңіл ме, ауыр ма? Жеңіл. Егер жеңіл болса, біз айтамыз, бұл мудаф болуы мүмкін. Мудаф болу үшін екі шарт бар. Жеңіл болу керек және әл болмау керек алдында. Міне. Мынау бізде екі шарт орындалып тұр. Илахи деген бізде статусы жеңіл және алиф лам жоқ. Бұл мудаф болу үшін келесі сөз мудаф илей болу керек. Мудаф илейдің шарты бір ғана шарт бар, оның статусы жар болу керек. Болды. Ан-наси бізде жар болып тұр ма? Жар болып тұр. Яғни бұл екеуі бізге сөз тіркесі құрып тұр. Мудаф және мудаф илей екеуі сөз тіркесі болып тұр. Көрдіңіздер ме? Өте оңай. Мұндай мысалдар өте көп. Міне. Құранда мудаф илей өте көп. Би робби. Рабби деген сөз бізде жеңіл болып тұр, статусы дұрыс па? Ауыр ма, жеңіл ме? Жеңіл. Алдында мудаф болуы мүмкін. Ол үшін екі шарт керек. Жеңіл болу керек және статусы жеңіл болу керек және алдында әл болмау. Раббидің алдында әл бар ма? Әл жоқ. Бұл мудаф болуы мүмкін. Мудаф болу үшін одан кейін мудаф илей келу керек. Мудаф илейдің шарты қандай? Тек жар статуста болса болды. Ан-наси бізде не болып тұр? Статусы рафқа насып жар. Жар болып тұр. Сонда бұл екеуі мудаф илей болып тұр. Рабби деген бізде Раббин наси. Адамдардың Раббысы, Маликин наси. Адамдардың патшасы, Малики. Илахин нас. Адамдардың тәңірі, Құдайы деген мағынамыз. Көрдіңіз, біз айттық, кімнің нені адамдардың жар, кімнің нені деген сұраққа жауап берді деп. Міне. Кімнің нені жар болып тұр? Нас. Адамдардың Раббысы, адамдардың патшасы, адамдардың тәңірі дейді. Бұны біз мудаф илей дейміз. Мудаф илей біздің үшіншісі екеуі бірге келу керек. Екеуі де исім болу керек. Мудаф жазып қояйық. Мудаф илей және мудаф илей исім, екеуі де исім болу керек. Идафа болу үшін. Идафаның шарттары. Сосын екеуінің арасында сөз болмайды. Екеуінің арасында ешқандай сөз болмайды. Мудаф және мудаф илейдің арасында ешқандай сөз болмайды. Мудаф илейдің арасында ешқандай сөз болмайды. Ешқандай сөз болмайды. Көрдік қой? Маликин нас бірге келіп тұр. Малики бізде статусы жеңіл, алиф лам жоқ. Мудаф болуға лайық па? Лайық. Міне. Жеңіл болу керек, алиф лам болмау керек. Малики болып тұр. Ан-наси мудаф илей болу үшін жар болу керек. Жар болып тұр. Көрдіңіздер ме? Енді фатиханы көрейік. Тағы мысалы. Әлі жаттығуды орындайшы. Жаттығу бар ма жерде? Неге байланысты жаттығу бар бізде? Мудаф илейді анықтауға байланысты жаттығу бар. Бізге әзірге аудару емес, біздің мақсатымыз әзірге тану. Мудаф, мына екі сөз тіркесті тану. Мудаф, идафаны тану. Құрандағы әзірге аудару емес, мақсатымыз тану. Сондықтан соған байланысты, тануға байланысты біз жаттығу жасау керекпіз. Бірінші мудафты табамыз. Мудаф болу үшін оның екі шарт орындалу керек. Қандай? Оның статусы жеңіл болу керек. Сосын бірінші жеңіл болу керек. Сосын екінші алиф лам болмау керек. Екінші мудаф илей табу керек. Мудаф илейға қандай шарт бар? Мудаф илей жар болу керек. Енді мысалы
көрейік. Бірінші, ядхула жанната. Біз айттық, бірінші сөз жеңіл болу керек. Бұл жерде жеңіл да, мудаф болу үшін ол жеңіл болу керек. Бірінші шарт орындалып тұр. Алиф лам жоқ. Мудаф болуға лайық да кандидат. Бірақ идафа болу үшін біз мудаф илайды табу керекпіз. Міне. Мудаф мен бірінші былай жазайыншы. Бірінші мудафты табамыз. Идафаны табу. Идафаны тану. Идафа. Тану. Бірінші мудаф табамыз. Бірінші мудаф. Мудаф дегеніміз қандай шарт болу керек? Статус жар болу керек. Сосын әл болмау керек. Жар. Мудафта статусы жеңіл болу керек. Жарымыз мудафта жеңіл. Сосын яғни тәнуинсіз немесе комбинацияны ұмытып қалу керек. Сосын және әл болмау керек дедік. Дұрыс қой. Әл болмау керек. Болмау керек. Бізде орындапты ма бірінші? Міне. Ядхула бізге маңызымыз ядхула статусы жеңіл болып тұр. Алиф лам жоқ. Дұрыс қой. Кеттік. Болуы мүмкін дейміз. Мудаф болуы мүмкін. Неге? Себебі біз мудаф илай табу керекпіз. Екінші. Идафа болу үшін. Екінші мудаф илай табу керекпіз. Сол кезде біз идафа дейміз. Мудаф илайды табу керекпіз. Келесі. Мудаф болу үшін біз мудаф илай табу. Бірінші сөз мудаф болуға лайық кандидат. Бірақ оны дәлелдеу үшін екінші сөз бізде жар статуста болу керек. Мудаф илай жар статуста болу керек. Жар статуста болу керек. Өте қарапайым. Сонда біз идафа деген сөз тіркесін табамыз. Түсінікті ме? Идафа деген сөз тіркесін табамыз. Енді мудафты таптық. Мудаф болу мүмкін. Ядхула. Келесі сөз бізде жар болу керек дейді. Жар болып тұр ма бізде? Ядхула жанната. Жанната бізде насып болып тұр. Сондықтан бұл екеуі мудаф илай бола алмайды. Түсінікті ме? Көрдіңіздер ме? Мудаф илай тану керекпіз. Келесі. Бурханакум. Біз өттік қой. Бурхана. Міне. Мына жерде екі сөз тұр. Бурхана деген бірінші сөз. Кум деген екінші сөз. Бурхана деген бізде статусы қандай? Насып болып тұр. Бірақ ол маңызды емес. Бізге маңыздысы мудаф болу үшін не болу керек? Екі шарт. Статусы жеңіл болу керек және әлі болмау керек. Бурхана статусы жеңіл. Алиф лам бар ма? Алдында алиф лам жоқ. Бұнда ол мудаф болуы мүмкін. Мудаф болу үшін біз мудаф илай табу керекпіз. Мудаф илайдың шарты жар дейді. Кум деген бізде жалғанған есімдік бол. Бізде насып та болуы мүмкін, жар да болуы мүмкін. Яғни мына кезде біз жар деп айтамыз. Себебі бұл екеуі мудаф илай идафа болып тұр. Бурхана мудаф болып тұр. Кум деген мудаф илай жар статуста болып тұр. Сондықтан бұл екеуі мудаф илай болып тұр. Түсінікті ме? Мына жалғанған есімдік егер исім сөзге жалғанса, ол 100% мудаф илай болады. Сондықтан біз бұл екеуі идафа дейміз. Кунтум деген сөз бізде статусы жеңіл ме, ауыр ма? Мудаф болу үшін. Кунтум. Мудаф табамыз. Мудаф болып тұр ма, болмай тұр ма? Бұл сукунмен бітіп тұр. Сондықтан біз айтамыз. Бұл неге жатпайды? Мудафқа жатпайды. Кет. Арбағата дейді. Ашхурин. Арбағата бізде идафа болып тұр ма? Ол үшін біз айтамыз, арбағата мудаф сияқты. Неге? Себебі мудаф болу үшін екі шарт орындалып тұр. Статусы жеңіл және не жоқ? Алиф лам жоқ. Түсінікті ғой? Енді мудаф болу үшін бұның қасында мудаф илай жүру керек. Ашхурин бізде
мудаф илей болып тұр ма, ол үшін нені тексереміз? Статусы жар болу керек. Әшхурин жар болып тұр. Яғни жар болып тұрса, бұл екеуі мудаф илей болып тұр. Себебі бірінші мудаф, статусы жеңіл, әлиф лам жоқ. Екінші сөз мудаф илей жар болып тұр. Болды, бұл екеуі мудаф илей деген, идафа деген сөз тіркесін қарап тұр. Бұл екеуі бірге идафа болып тұр бізде. Келесі, яумал хаджи. Бірінші, мудаф болуға лайық, мудаф сияқты мынау яума. Неге? Себебі статусы жеңіл, бірінші шарт орындалып тұр. Екінші шарт, алдында әл болмау керек. Алдында, яуманың алдында әл жоқ. Сондықтан бұл мудаф болуы мүмкін. Мудафты болу үшін бұдан кейін мудаф илей болу керек. Мудаф илейдің шарты жар болу. Әл-хаджи бізде жар болып тұр. Керемет, сонда бұл керемет мудаф илей, мудаф және мудаф илей тіркесін қарап тұр бұл екеуі. Яғни идафа болып тұр. Азанун миналлахи. Келесі 21. Азанун, бірінші сөз. Азанун бізде мудаф болып тұр ма? Жоқ. Неге? Себебі мудаф болу үшін бірінші статусы жеңіл болу. Бұл тануимен тұр. Сондықтан бұл автоматын бұл мудаф илей болмайды. Идафа болмайды. Басқа бір нәрсе біз әлі өткен жоқпыз. Сондықтан бұны өтіп кетеміз. Бұны біз білмейміз, бірақ точно идафа емес. Келесі. Ғайза қулуби қулубихим. Так, қулубихим деп көрейік бірінші. Қулубихим. Мына жерге қараңыздар. Ғайза бізде мудаф бола ала ма? Ол үшін екі нәрсені тексереміз. Статусы жеңіл болу керек, жеңіл. Алиф лам бар ма? Жоқ. Сосын келесі мудаф болу үшін бұның астына мудаф илей болу керек. Мудаф илей не болу керек? Жар болу керек. Келесі сөз бізде қулуби. Қулуби деген бізде не жар болып тұр ма? Жар болып тұр. Сонда ғайза қулуби бізде екеуі идафа болады. Ғайза мудаф, қулуби мудаф илей болады. Енді бұл мудаф илейдің ішінде тағы мудаф илей. Мынау қулуби бізде мудаф бола ала ма? Әрине, неге? Екі шарт орындалып тұр. Біріншісі статусы жеңіл болып тұр. Екінші шарт алиф лам жоқ. Әл жоқ алдында. Бұл мудаф болуға лайық. Мудаф болу үшін мудаф илей табу керекпіз. Хим деген бізде жалғанған есімдік. Бұл насып бола алады, немесе жар бола алады. Бұл кезде есімге жалғанса, бұл міндетті түрде жар болады. Сонда бұл қулубихим мудаф илей болып тұр. Сонда бұл жерде бізде екі идафа болып тұр. Бірінші қалайсыз болады екен? Так. Бірінші ғайза қулуби. Бұл бізде ғайза қулуби бізде бірінші мудаф болып тұр. Бірінші идафа болып тұр. Ғайза бізде мудаф, қулуби мудаф илей. Мағынасы маңызды емес. Мұны екеуі мудаф идафа болып тұр. Одан кейін қулуби бізде мудаф, өзі бөлек мудаф болып тұр. Сосын хим бізде мудаф илей болып тұр. Сонда бұл екеуі тағы идафа болып тұр. Қулубихим екеуі бөлек идафа болып тұр. Келесі. Би азабин алим. Бұл екеуі идафа бола ма? Ол үшін біз мудафты табу керек. Мудафтың шарты статусы жеңіл болу керек. Бұл жерде біз статусы жеңіл деген көріп тұрқ па? Жоқ. Тануимен тұр. Сондықтан бұл автомат мудаф илей идафа емес. Муддатихим. Бірінші сөз муддати. Бізде мудаф бола ала ма? Соны тексереміз. Статусы жеңіл болып тұр, алиф лам жоқ. Сондықтан бұл мудаф болуға лайық. Бірақ мудаф болу үшін дәлелдеу үшін мудаф илей болу керек. Бұл жерде хим тұр. Мудаф илей бізде жар болу керек. Хим жалғанған есімдік не насып бола алады, не жар бола алады. Бірақ бұл есім жалғанса, бұл екеуі
100% идафа болады. Себебі бірінші муддати бізде статусы жеңіл, алифлам жоқ, хим бізде жар болып тұр, сондықтан бұл екеуі идафа болып тұр. Кулла марсадин. Кулла мудаф бола ала ма? Әрине екі шарт орындалып тұр. Статусы жеңіл, алифлам жоқ, әл жоқ. Енді мудаф болу үшін мудаф илай болу керек. Мудаф илайдың шарты жар. Келесі сөз жар болып тұр ма? Иә, жар болып тұр. Сонда бұл екеуі қосылып идафа болып тұр. Мудаф және мудаф илай болып тұр. 41-де қалай? Ғафурун рахимун. Мудаф тағымыз. Мудаф бар ма? Мудаф жоқ. Себебі екеуі де тәнуин ол. Бірінші сөз дейміз ғой. Бірінші сөз бізде мудаф бар. Бұл жерде мудафтың екі шартын орындалмай тұр. Екі шарт қандай? Яғни статусы жеңіл болу жоқ, бұл тәнуинмен тұр. Сондықтан бұл автоматын идафа бола алмайды. Мудаф илай бола алмайды. Бұл Құраннан барлық Құрандағы сөздер Құранда өте көп. Мудаф илай Құранда өте көп. Айында бірінші сөз мудаф бола ала ма? Екі шарт орындалып тұр. Статусы жеңіл, алифлам жоқ. Енді бұл мудаф болу үшін мудаф илай болу керек. Келесі сөз жар ма? Мудаф илай болып тұр. Яғни бұл екеуі идафа, мудаф және мудаф илай болып тұр. Я, бұл дұрыс. Келесі 46, 49. Айында расулихи. Бұл жерде екі мудаф болып тұр. Біріншісі, айында бізде мудаф бола ала ма? Ол үшін екі шарт орындалу керек. Статусы жеңіл болып тұр. Әл алдында келмейді. Сондықтан бұл мудаф болуға лайық. Бірақ бұған мудаф илайды іздейміз. Расули жар болу керек. Бізде расули бізде жар болып тұр. Сонда айында расули бізде мудаф және мудаф илай болып тұр. Енді расулихи. Расули бізде мудаф бола ала ма? Әрине статусы жеңіл, расули және әл жоқ алдында. Сосын одан кейін хи деген келіп тұр. Хи бізде мудаф илай бола ала ма? Оның шарты жар болу керек. Хи бізде жалғанған есімдік, ол насып бола алады, не жар бола алады. Бірақ есім сөзге жалғандықтан бұл екеуі идафа болып тұр. 100%. Керемет. Ва ақаму әс-салата. Ақаму бізде статусы жеңіл бола ала ма? Және алифлам жоқ деп айтсақ, мудаф болуы мүмкін, бірақ мудаф болу үшін мудаф илай керек. Әс-салата бізде мудаф илай бола ма? Жоқ. Неге? Себебі бұл насып болып тұр. А бізге жар керек. Сондықтан бұл екеуі мудаф илай емес. Келесі 57. Айманахум. Екі сөз. Біз айттық исна. Аймана деген бізде алдыңғы сөз исім болып тұр. Егер исімге есімдік жалғанса, онда бұл екеуі идафа болады. 100%. Аймана бізде мудаф болып тұр, себебі бұның статусы жеңіл және алифлам жоқ. Содан кейінгі сөз бізде мудаф илай болу керек. Мудаф илайдың шарты бұл статусы жар болу керек. Хум бізде жалғанған есімдік. Ол не насып бола алады, ол не жар болады. Бірақ ол есімге жалғанғандықтан 100% жар болып тұр. Мудаф илай болып тұр. Сондықтан бұл екеуі муда идафа болып тұр. 57. Келесі. Судура қаумин. Идафа болып тұр ма? Мудаф тағымыз. Бірінші сөз мудаф болуға лайық. Мудаф сияқты. Себебі статусы жеңіл, әл жоқ. Сосын келесі. Енді мудаф болу үшін мудаф илай керек. Мудаф илай қаумин. Мудаф илай ма? Я. Неге? Себебі статусы жар болып тұр. Сонда бұл екеуі мудаф және мудаф илай идафа болып тұр. Әл-фирдауси нузула. Бұл екеуі идафа болып тұр ма? Мудафты іздейміз. Бірінші мудаф әл-фирдауси мудаф бола ма? Мудафтың статусы жеңіл болу керек. Бірақ біз айттық, егер сөздің алдында әл келсе, мудафтың шарты статусы жеңіл болу керек және әл болмау керек. Бұл жерде әл тұр, әл-фирдауси. Сондықтан бұл идафа емес, мудаф бола алмайды. Сондықтан бұл екеуін өткізіп жібереміз. Жамаға мәлім. Бірінші сөз мудаф сияқты, жеңіл, әл жоқ. Бірақ
Мәлән бізде мудаф илай болу керек. Мудаф илайдың шарты жар. Бірақ мәлән бізде насып болып тұр. Сондықтан бұл екеуі бізде мудаф илай бола алмайды. Келесі. Таамил мискини. Таамил мискини. Таами бізде не болып тұр? Статусы жеңіл ме, ауыр ма? Жеңіл, әлі жоқ. Сондықтан бұл мудаф бола алады. Бірақ мудаф болу үшін бізге мудаф илай. Мудаф илайдың шарты не болу керек? Мудаф илайдың шарты жар болу керек. Әл-мискини бізде жар болып тұр. Сондықтан бұл екеуі 100% идафа болып тұр. Мудаф, мудаф илай. Келесі. Ла нафидал бахру дейді. Бірінші, ла нафида. Мудаф бола ма? Мудаф сияқты. Статусы жеңіл және әлі жоқ. Мудаф сияқты. Бірақ мудаф болу үшін бізге дәлелдеу үшін мудаф илай керек. Әл бахру бізде мудаф илай бола ма? Жоқ. Неге? Себебі бұл рафқа болып тұр. Бізге жар керек. Сондықтан бұл екеуі мудаф илай бола алмайды. Келесі. Жаннату аднин. Мудаф идафа бола ма? Ол үшін біз бірінші біз мудафты іздейміз. Бірінші сөз мудаф болу керек. Мудаф сияқты. Себебі статусы жеңіл, әлі жоқ. Енді 100% болу үшін мудаф илай керек. Келесі сөз аднин. Бізде мудаф илай бола ала ма? Әрине, себебі жар статус болып тұр. Мудаф илайдың бізде несі қалайды? Мудаф илайдың шарты жар статуста болу керек. Сондықтан бұл екеуі бізде бола алады. 100%. Жаннату аднин, яғни адын жаннаттары, адын бақшалары бізде идафа болып тұр. Мудаф және мудаф илай. Келесі. Дунихи. Біз айтты, дуни бұл жерде есім, хи бізде есімдік. Бұл екеуі, егер есімдік есім бере алынса, бұл екеуі 100% идафа болады. Сондықтан бұл екеуі 100% идафа. Дуни бізде мудаф, хи мудаф илай жар болып тұр. Келесі. Бізге әзірге осылай тану, мен тану, муда идафаны құрамдан табу, тану. Бұл екі осындай сөз тіркесін. Так, мағаллазина бізге керек емес, өткізелік. Саласа миатин. Мудаф илай болып тұрма. Бірінші мудаф сияқты, себебі статусы жеңіл, әл жоқ. Енді мудаф болу үшін бұған мудаф илай керек. Мудаф илай миатин мудаф илай болып тұрма? Я, әрине, неге? Себебі статусы жар бітті. Бұл екеуі мудаф илай идафа болып тұр. Керемет. Ла тумари өткізелік. Вағдаллахи. Мудаф және мудаф илай барма. Мудаф бірінші сөз мудаф сияқты, себебі статусы жеңіл, тәнуинсіз тұр. Сосын не? Әлиф лам жоқ. Жақсы, келгенде мудаф илай табайық. Алла деген сөз бізде мудаф илай бола ала ма? Әрине, себебі жар статусы тұр. Сондықтан бұл екеуі мудаф және мудаф илай болып тұр. Келесі. Раббукум. Раббу деген бізде есім, кум деген жалғанған есімдік, екеуі идафа болады әрқашан 100%. Келесі. Яхди Аллаху. Мудаф илай ма? Соны көрейік. Бірінші мудаф сияқты, себебі статусы жеңіл, әл жоқ. Енді мудаф илайды табайық. Аллаху деген бізде мудаф, Аллаху деген сөз мудаф илай бола ала ма? Жоқ. Неге? Себебі бұл рафқада тұр. Бізге жар керек. Сондықтан бұл екеуі мудаф илай бола алмайды. Оңай. Енді осыны бітірсек, сосын қорытындаймыз. Аяти Аллаху мудаф илай бола ала ма? Ол үшін мудаф табамыз. Мудаф сияқты. Неге? Статусы жеңіл, әлиф лам жоқ. Енді мудаф илай керек. Аллахи деген сөз мудаф илай бола ала ма? Әрине,
статус жар болып тұр, сондықтан бұл екеуі мудаф және мудаф илей болып тұр. Яғни сөз тіркесі болып тұр. Султанин бәймин. Султанин бәймин. Мудаф илей болып тұр ма? Мудаф илей болып тұр ма? Бірінші сөз бізде тәнуинмен тұр, сондықтан бұл мудаф бола алмайды. Автоматын бұл екеуі идафа емес. Себебі тәнуинмен тұр. Раббус самавати. Раббу мудаф сияқты, себебі статусы жеңіл, алиф лам жоқ. Енді бұған мудаф илей керек. Әс-самавати бізде мудаф илей бола ала ма? Әрине. Неге? Себебі бұл әс-самавати муслиматун, муслиматин, әтин бізде насып немесе жар бола алады. Бұл кезде бірінші мудаф болса, содан кейін сөз міндетті түрде мудаф илей болып тұр, жар болып тұр. Сондықтан раббус самавати, жеті қат аспанның раббысы деген ғой. Мудаф илей болып тұр. Асхабал кахфи. Асхаба бізде мудаф бола ала ма? Әрине, статусы жеңіл, алиф лам жоқ. Енді мудаф илей керек. Әл-кахфи мудаф илей бола ала ма? Әрине, 100%, себебі статусы жар болып тұр. Сондықтан бұл екеуі мудаф илей болып тұр. Идафа болып тұр. Керемет. Ахсану амалан бізде мудаф илей бола ала ма? Ахсану бізде статусы жеңіл, мудаф сияқты. Әл жоқ. Енді бұл мудаф болу үшін 100% болған мудаф илей керек. Амалян бізде мудаф илей бола ала ма? Жоқ. Неге? Себебі бұл насып болып тұр, бізге жар керек. Сондықтан бұл мудаф илей идафа бола алмайды. Әл-хадиси әсафа. Мудаф дейміз. Мудаф әл-хадиси мудаф бола ала ма? Жоқ. Неге? Мудаф болу үшін бұл статусы жеңіл және әл болмау керек. Бұның алдында әл тұр, сондықтан бұл автоматы мудаф илей бола алмайды. Көріңіз, мұнан бәрі Құранның сөздері өте көп. Иттахаза Аллаху. Мудаф илей ма? Иттахаза мудаф сияқты, бірақ мудаф болу үшін бұған мудаф илей керек. Алла деген сөз бізде мудаф илей бола ала ма? Жоқ. Неге? Себебі бұл рафқада тұр, бізге насып керек. Бізге жар керек. Сондықтан бұл басқа нәрсе, бірақ идафа емес. Бисән шадидан мудаф бола ала ма? Жоқ. Мудаф болу үшін бұның статусы жеңіл болу керек, бірақ бұл тәнуинмен тұр. Сондықтан бұл идафа бола алмайды. Көрдіңіздер ме? Өте оңай. Идафа деген бұл бізде өте идафа деген араб тіліндегі 4-ші сөз тіркесі біздің бүгінгі өткеніміз. Оған екі шарт бар. Бірінші мудаф бізде жеңіл болу керек. Алдында алиф лам әл болмау керек, артикл. Сосын мудаф тапқаннан кейін оның қасында міндетті түрде мудаф илей болу. Мудафты 100% мудаф деп айту үшін оның қасында мудаф илей болу керек. Мудаф илейдің шарты, мудаф илей әрқашан жар статуста болады. Осы екі шарт орындалса, бұнда біз айтамыз, бұл екеуі тіркес, идафа деген тіркесті қарап тұр дейміз, болды. Енді мудаф пен мудаф илейдің арасында ешқандай исімсіз бұл. Екеуі де исімнен болады. Сосын мудаф және мудафтың арасында ешқандай сөз болмайды, болды. Өте қарапайым. Идафа деген өте жеңіл араб тілінде. Түсінікті ме? Идафа. Сонымен біз араб тіліндегі 5 сөз тіркесінің 4-еуімен таныстық. Енді біреу алды, ол да оңай. Алла қаласа үйренеміз. 5 сөз тіркесі. Біріншісі маусу сифа, 2 исімнен құралады. Бұл екеуі де исім, айтпақшы. Жазбайық, исім деп. Исім плюс исім болар. Маусуф, тут сипаты бірдей болу керек. Так. Төрт сипат так қойып, мүшеге. Төрт сифа. Төрт сыдық қойыншы. Төрт сы дегеніміз, яғни төрт сипаты болу керек. Төрт сипаты бірдей болу керек. Екінші жар, мажрур. Оңай. Ол қалай болады? Харф жар келеді, одан кейін исім береді. Өте оңай. Харф жар өте көп. Жар, мажрур Құранда өте көп. Бұл оны табу өте оңай. Бұл екеуінің арасында ешқандай сөз жүрмейді. Идафа сияқты ғой бұл да. Өте қатты жақын достар. Араларында ешқандай
сөз болмайды, екеуі бірге жүреді. Харф жар және исм, екеуі жар мажрур дейді арабтар. Бұл екінші сөз тіркесі. Үшінші, харф насып пен инна бірге келсе, оны айтамыз, оны сөз тіркесі дейміз. Харф насып және исм екеуі бірге келсе, онда оны біз сөз тіркесі инна және исмуха дейміз. Үшіншісі бұл да оңай табу. Харф, бір қайталап жерге харф жар дегеніміз қандай? Бәта кафлам вау мин фи ан аля хатта иля. Міндетті жаттауға керекпіз. Құранда өте көп, мағынасы маңызды емес. Келесі, инна және оның исмухасы. Инна және исмуха. Олар харф насып және исммен бірге келеді. Харф насып дегеніміз қалай? Не? Харф насып дегеніміз инна, аннака, анна, би, анна, лайта, лакинна, лағала. Осы жетеуі харф насып Құранда кездесетін. Бұлардан кейін исм келсе, біз айтамыз, бұл екеуі сөз тіркесі болып тұр дейміз. Бұны инна және исмуха дейміз. Төртінші, идафа. Идафа дегеніміз, бұл екеуді исмнен құралады. Осымен аяқталды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Идафа деген сөз тіркесі. Енді біреу ал, сосын сөйлемге өшеміз.